Сәлем достар, мой кабинетке кіреміз. Мына жерде еңбек KZ арқылы мына жерде трудовой договор дегенді тауып аламыз. Бұл жерде ИП-ның данныйлары шығады. Трудовой договорды басамыз. Мына жерде окты басуымыз керек. Предприятие деп тұр. Бұл жерде ИП-ның данныйлары шығады. ИП-ның названиясы, контакты, почта и так далее. Енді мына жерде трудовой договор дегенді басамыз қазір біз. Енді зарегистрироваться трудовой договор дегенді басамыз. Мен жоғары жақта жасырып қойдым работниктің иінін и және инсалын. Ол жерге иін жазасыздар, найтиді бассаңыздар, аты жөні шығатын болады. Мына жерде галочка қоясыздар, электронный трудовой договор дегенге. Енді бұл жерде договордың номері жазылады, және де срок действия неопределенный срок не менее 1 год деп тұр. Бұл 1-2 жыл жұмыс жасайды деген мағынаны білдіреді. Енді работниктеріңіз қай уақыттан бері жұмыс жасап жатыр, содан бастап числосын, жылын қойып шықсаңыздар болады. Мына жерде төменгі жақта должность дегендер бар. Бұл жерге сіздердің жаңағы ИП-ға келіп жұмыс жасап жатқан адамның қандай должность бар. Біздің ситуациямызда бұл кісі табельщик, сіздерде басқаша болуы мүмкін. Соны теріп осы жерге жазып шықсаңыздар болады. Енді вид работы бізде основной, нормальный деп қоямыз бұл жерге. Енді бұл жерде біз жұмыс ИП-ның тұрған жерінде жасайтын болғасын по месту нахождения деп қоямыз. Мына жерде жаңағы қай облыс, сол облыстың қаланың жаңағы адрестің данныйын бәрін жазып шықсаңыздар болады. ИП-ның жаңағы жұмыс сол қаладан болу керек. Енді бұл жаңа основной работа болғасын. Енді бұл жерде мына төменгі жақта біз профессиональный навык дейді. Мысалы, табельщик болатын болса, бұл контроль работниктерге анализ жасау. Сондықтан осыны таңдадық. Енді өздеріңізге байланысты таңдап алсаңыздар болады. Енді личные качества дейді. Бұл жерге сіздің работниктің жаңағы қалай айтсақ болады, бойынан қандай қасиеттер көргіңіз келеді, соларға таңдап галочка қойып, өзіңізге қандай работник керек, соған сондай соответствие дейді ғой, жалпы солардың теріп алсаңыздар болады осы жерден. Достар, егер менің видеом сіздерге қандай да бір пайдасын тигізіп жатса, кері байланыс үшін менің каналыма жазылып, және де комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қандай видео түсірейін, соған байланысты мен видео түсіретін болам. Сіздерден қолдау менен видео болсын. Сондықтан қолдап қойыңыздар достар. Енді біз главный барлығын теріп алдық. Енді ETSP-мен қол қоятын боламыз. Қазір біз электронный договорды шығаратын боламыз. Енді біз ERSA-мен қол қоямыз. Мына жерде мен жасырып қойдым. Подписать етеміз қазір біз. Бұл через еңбек KZ арқылы работникке электронный договор алу несі. Міне данный успешный деп шықты, көрдіңіздер. Қазір мен сіздерге бұл электронный договордың справкасы қандай болады, соны көрсететін болам. Міне оң жаққа жүрсеңіздер, мына жерде выберите деген бар, соны басасыздар. Және де справканы скачать етіп алатын боласыздар өздеріңізге. Егер қажет болып жатса. Не, скачать деген бар. Жалпы электронный договорды осылай жасайтын боламыз через еңбек KZ арқылы. Өздеріңіз жасап алсаңыздар да болады. Достар, міндетті түрде лайк, комментарий ұмытпаймыз, және каналға жазыламыз. Біз скачать етіп алдық. Енді самом деле қандай болады договор,
Міне осылай шығады. Мына жерде работниктің данные